облыстық мемлекеттік архив мекемесінде сыр елі саған мың алғыс тақырыбында кездесу болды. Жиынға қатысушылар алғыс күнінің мән маңызына тоқталды. Қазақстан халқының бір-біріне өзара қамқорлығы, мызғымас береке бірлігі мен ынтымағы туралы сөз болды. Одан соң шара қонақтарының назарына арнайы ұйымдастырылған көрме ұсынылды. Мұнда 1937-1944 жылдары жер аударылған халықтарды қабылдау, орналастыру, оларға мектептер ашу сынды бейбітшілік пен татулыққа бастайтын тарихи құжаттық деректер қойылған. Тарихқа аз кем танымдық саяхат жасаған өзге этнос өкілдері қазақ халқына жүрек жарды лебіздерін арнады. Ата әжелерім қиын қыстау соғыс жылдарында тағдыр тәлкегіне ұшырап, Поволжьеден осы Қызылорда облысының Қазалы ауданына жер аударған болатын. Өмірлерінің соңына дейін қазақ халқының кеңпейілдігіне, қонақжайлығына тәнті болған кісілер. Талай рет бір үзім нанды бөліп жегендерін еш ұмытпайтын. Біз сол кісілердің ұрпақтарымыз, сол кісілердің алғыстарын жалғастырып келеміз, айтып келеміз әлі күнге дейін қазақ халқына, қазақ еліне. Жалпы осы қазақ тіліне деген махаббатты да бойымызға сол ата әжелеріміз ұялатып кеткен болу керек. Атам мені бала күнімде қазақ бала бақшасына берді. Қазақ тілін еркін меңгеруім мен үшін үлкен бақыт. Барлық осы өмірде қол жеткізген жетістіктерімнің барлығын осы қазақ тілін толық меңгеруімнің нәтижесі деп есептеймін. Елімізде 1 наурыз алғыс айту күні. Қазақстандық патриотизміміздің, достығымыз, бірлігіміз, мәдениетіміз жарасқан күні. Бұл тағдыр тәлкегімен қазақ жеріне еріксіз қоныс аударған халықтардың қазақ қонақжайлығына тағзым терең белгісі деп ойлаймыз.